ерекше сезім өмірден алынған. Далада орындықтың үстінде отырған әжейдің жанынан өткен адамдар таңдана қарап өтіп жатты. Кейбірі жанына жақындап қал жағдайын білгісі келгенімен бәлесі тиер деді ме, сәл жанында тұрып қайтадан кері кетіп жатты. Осы сәтте телефонмен сөйлесіп келе жатқан жігіт қолындағы телефон қолымен жауып, бүгіле отырып әжейдің көзіне қарады. Көзі жұмылып, беті көгеріп кеткен әжейдің қолынан түртіп көрді. Жаны жоқ адамдай қолы сырғып түсіп, әжей бір жағына құлай бергенде жігіт ұстай алып жан жағындағы адамдарды көмекке шақырды. Әп-сәтте адамдар жабыла жиналып әжейге көмекке келді. Біреуі телефонмен скорый шақырып кетсе, енді бірі әжейдің қолынан ұстап, жаңағы жігіт басын сүйіп, тіпті кейбіреулері не болды екен деген таңданыспен қарап қалған. Жиналған адамдарды неге жиналғанын білуге асыққандар артқы жағынан келіп қосылып жатты. Көп өтпей жедел жәрдем келіп, әжейді алып кетті. Жиналған адамдар күбірлесіп, тарқасып жатты. Бибігүл Қытайдан қазақ еліне отбасымен оралғанда жасы 25-те еді. Қытайдың қазақтар тұратын бір ауылында туып өсті. Жоғарғы оқуды сол жердегі университеттің бірінен медициналық мамандық бойынша бітірген еді. Өзі сондай сұлу қыз болатын. Ата-анасы 92 жылы үкіметтің ұсынысымен Шымкент қаласының шетіндегі бір ауылға малшы болып тұрақтаған. Әкесі үкімет берген бірнеше қойды бағып, берген үйде ескі болса да, балаларының болашағы үшін сол жерде қалған еді. Алғашқы жылдары ауыл адамдары ауылымызға Қытайдан қытайлар келіпті, көздері жіпсиген, не болса соны жейді екен, үйіндегі құрт құмырсқа ма жей беретін көрінеді, абайламаса кішкентай балаларды ұрлап кететін көрінеді деп, ауыл әйелдері түрлі қау-өсек шығарып, ауыл адамдары үйіне батып кіре алмай, алыстан айналып өтетін. Тіпті кейбір балалар есіктен сығалап үйден біреу шықса, жан-жаққа қашатын. Бибігүлдің бауырлары сыртқа шығып, балалармен ойнап қайтса, үнемі жылап қайтатын. Анау сары бала мені мазақ етті, құмырсқа жейсің бе, қызыл қоңыз жейсің бе деді, деп жылап келген бауырын Бибігүл іштей тынып жұбататын. Уақыт өте ауыл адамдары жақын араласып, олардың да өздері сияқты қазақ екенін түсініп, қонақ жайлы үлгілі отбасы екенін айтып жүрді. Ауыл әкімі өз қолымен әкесін марапаттап та кеткен еді. Уақыт өтіп, Бибігүл қалаға жұмысқа орналасуға жолға шығады. Сол жерден автобуспен келе жатып, өзінің ұнатқан жігітін кездестіреді. Екі ғашық жиі кездесіп, көңіл жарастырып, жаз айында үйлену тойына дайындық жасайды. Бірақ тағдыр олар қалағандай болмай шықты. Ауылдағы Бибігүлді ұнататын жігіт ол жайында сыбысты естіп, жанына бірнеше жолдас балаларын ертіп, Бибігүлдің тұрған жерін анықтап, алып қашып келеді. Екі етегі жасқа толған Бибігүл кетемге салғанымен, жан жағынан шыққан жеңгелері күшпен орамал салып, айтқанын істетіп алып қалады. Оны естіген жігіті артынан келгенімен, алдынан шыққан бірнеше жігіт соққыға жығып кетеді. Бибігүлге егер осында қалмасаң, осы жігіт өлетін болады деп қыспақ көрсетеді. Ол кездегі елде болып жатқан заңсыз әрекеттерден қорықты ма, Бибігүл де әке-шешесі де қарсы болмай, сол отбасының айтқанына көніп қала берген еді. Күйеуі сол ауылдың атаманы екен. Бибігүл кейін келе неше түрлі жасаған әрекеттерінен білді. Топ құрып түрлі тіршілік жасады. Бибігүл баладан бала туып, үйде декретте өмірі өтіп жатты. Жанына бататыны 6 баласына қарай алмай, 7-шісіне жүкті болғаны еді. Уақыт өтіп жатты. Күйеуі қылмыс істегенімен қоймай, түрлі қылық шығарып, қыз қырқынды жағалап кететін болды. Балаларын ойлап Бибігүл әртүрлі жұмыс істеп, басқа елдер сияқты ала дорба көтеріп, бір жастағы баласын үлкеніне тастап, базар жағалап кетті. Үйленген жары махаббатын ғана емес, бақытын да ұрлаған сияқты. Сол сәттер оның есінен кетпей, ішінде өкініш болып қалды. Жалғыз қуанышы болса балалары еді. Бүгінде балалары
ер жетіп, үйленіп, бой жетіп тұрмысқа шыққан еді. Талай қиындықты бастан өткізіп, өмірге қосқанына қуанған Бибігүл далада тұрған орындықты біраз отырып, жас кезінде басынан өткізген махаббатын көз алдында елестетті. Сол сәттердегі сезім өзін қол бұлғап шақырғандай, көздері жұмылып, алыс тұңғиыққа батып бара жатқандай еді. Көзін ашып оянса, ауруханада жатыр екен. Жан-жағына жиналған балалары өзінің олар үшін қаншалықты маңызды екенін көрсеткендей жан-жағына жиналып алыпты. Кезек-кезегімен анасын құшақтап жанына шыққысы келмейді. Сізге көмек көрсеткен осы жігіт деп, ұзын бойлы ақ түсті жігітті баласы таныстырғанда, Бибігүл айтарға сөз таппай таңданып қарап. Түрі, қарағаны, сөйлегені, жүргені, күлгені бәрі сол адамдікі еді. 80% аумаған өзі, адам қалай осылай ұқсайды екен. Ойында ештеңе жоқ жігіт күле келіп, Бибігүлге амандасып жатты. Анасының бейтаныс жігітке таңдана біртүрлі қарап қалғанын басқалары да байқап қалса керек. Кенже қызы анасының қолын ұстап, иығынан құшақтап, анашым, сізде бәрі дұрыс па? Бір жеріңіз ауырып тұрған жоқ па? Түріңіз сұрланып кетіпті. Кенжесінің жанына келіп сұрағаны ойын бөлсе керек. Бибігүл селк етіп өзіне келе, менде бәрі дұрыс қызым, босқа уайымдама. Өне бойын тоқ ұрғандай біртүрлі сезім билеген Бибігүл не айтарын білмей кібіртіктеп барып, айналайын, бақытты бол. Кімнің баласы едің? Әумин, айтқаныңыз келсін. Арысбектің әулеті, әкем Жарқын. Жарқын деген есімді естігенде Бибігүлдің жүрегі тулап сала берді. Кім ойлаған? 25 жылдан кейін ұлын кездестіремін деп. Тағдыр-ай десеңізші, кім ойлапты? Бір көргеннен ұқсатып еді, күдігі расталды. Не қуанатынын, не жылайтынын білмей, абыр-сабыр күйге түсті. Жүрек құрғыр шымырлап кетті. Өткен өмірдегі жарының бетін тырнап жатқандай, жас өмірін арнап, ұрпағын өрбіткен күйеуі жарты жолдан тастап кеткені де біраз өтті. Ойын жинақтаған Бибігүл жас жігітке қарап ойлы көзбен сан сұрақтың жауабын алғысы келді. Бірақ батылы жетпей, мұңлы көзбен ол жігітке ұзақ қарады. Сол сәтте дәрігер де ішке еніп, одан әрі мазалауға болмайтынын айтып, барлығын шығарып салды. Сол күні Бибігүл өзінің ойымен арпалысып жатты. Келесі күні бәрі жақсы болған соң үйіне шығарды. Көп өтпей кенже қызы өзінің ұнатып жүрген адамы бар екенін анасына ескертті. Ол жағдайдан соң, біраз уақыт өткен соң, Бибігүл болған оқиғаны ұмытқан еді. Қызы анасына жігітін таныстырғысы келетінін жеткізді. Бибігүл жылы қызының ұсынысын қабылдап, барын салып, сол күнге дайындық жасайды. Міне бүгін сол күн. Дастарханды жайнатып қойып, жақсы киініп, Бибігүл мен қызы келетін қонақты күтті. Бір сәтте есіктің қоңырауы соғылып, қызы жүгіре басып есік ашқан болатын. Үстін түзей келіп есікке жақындай бергенде, арғы жағынан қолына гүл мен конфет ұстап жүрген жас жігітке Бибігүл тағы да таңданып қарап қалды. Бұл жолы ол оны күтпеген еді. Аппақ тістері көрініп, жүзі күлімдеп кірген жігіт бірден өткендегі өзі көмек берген қыздың анасымен амандасты. Жарқынның ұлын күйеу бала ететініне сенбеген Бибігүл аң-таң. Тағдыр айналдырып келіп, бұрынғы махаббатымен кездестіріп қойғандай. Бұл жайды тек өзі ғана білетін еді. Қызы анасына қарап, мама, помниш, өткенде саған көмектесіп еді ғой сол жігіт, енді сіздің күйеу балаңыз болады. Сізге көмектесіп қана қойған жоқ, қызыңыздың жүрегін жаулап үлгерді. Қызының қуанышын бөлгісі келмей, іштей арпалысқан ойын білдірмеген Бибігүл, егер сендер жарасып қосылып, бақытты болып жатсаңдар, менен бақытты адам болмас еді. Жүріңдер, дастарханға отырайық деп, жастарды үстелге шақырып, үстел үстінде жаймен Жарқынның баласымен танысты. Әкесі бар, анасы өмірден өткен, әпкесі тұрмыста, өзінен кейінгі сіңлісі бар болып шықты. Бибігүл күйеу баласының есімі Есболат екенін де білді. Өткенде іштей арпалысып, сөзінің соңын тыңдамап еді. Бүгін барлық әңгімесін точка нүктесіне дейін тыңдап отырды. Қызының тағдырына алаңдаса керек.
Кешкі танысу шайы бітті. Бибігүлдің көңілінен күйеу баласы шықты. Жастарға батасын берді. Енді алдағы уақытта құдасымен кездеспек. Жарқынның бұрынғы бейнесі ғана есінде. Оны қалай елестету керек екенін де білмейді. Кездесуге де дайын болмай шықты. Екінші күні көз ілмеді. Шындықты қызына айтқысы келеді. Бірақ оның қалай қабылдайтынын да білмейді. Балаларының қамын ойлап жүріп, жөні түзу құрбысы да болмапты. Көрші келіншекке айтқысы келіп еді, батпады. Уақыт жақындап құдасымен танысуға бір күн қалғанда үлкен қызын шақырып, ішіндегі сырымен бөлісті. Анасын үнсіз тыңдап шыққан қызы көзіне жас алып, анасын құшақтап егіліп жылады. Мама, неге осының бәрін ертерек айтпадың? Сен жастық шағыңда махаббатыңнан айырылғанын мен қоймай, бізді асырап, өмірдің ащы тұщысын көрдің. Осының бәрін ішіңе қалай сыйдырғансың? Қызы екеуі ұзақ сөйлесіп, ішіндегі шегін шығарудай әйтеуір. Анашым, онда тұрған ештеңе жоқ. Қайта қуанбайсыз ба? Именно сол адаммен құда болғаныңызға. Мейлі, кім не демесін, балаларыңыз өскен, сіз ең бақытты жансыз. Жақсылап киініп, әдемі болып барыңыз. Мүмкін тағдыр табыстырып тұрған шығар сіздерді, деп жымиып күле. Қойшы, сенде не болса соны айтып, деп Бибігүл аузына шыққан сөзбен қызарып, бетінен білінген эмоциясы сәйкес келмесе де бой бермей. Сол күні қызы екеуі базардан жақсы көйлек алып, өзін сәнге келтіріп дайындалған еді. Ертесінде жақсы көңіл күймен қызы екеуі құдасымен күйеу баласы келетін кафеге қарай бет алды. Іштей бір сезім қылт ете қалды ма, әлде бұрынғы сүйіктісінің алдында өзін жақсы көрсеткісі келді ме екен? Бүгін Бибігүл мүлдем басқа. Өзін күндегінен әлде қайда сергек ұстап тұр. Жүзінен күлкі мен әдеміліктің ізі байқалады. Бәлкім ішкі жан дүниесі сыртына эмоциямен шығып тұрғаннан болар. Такси сырты қоңыр, әйнектері ашық бір кафенің алдында келіп тоқтады. Машинадан түсіп жатып, жүрегі дүрсілдеп сала берді. Өмірінде қанша қиындық көріп, күйеуі үйіне ішіп келген күні өзіне қол көтеретінін білсе де, бойынан ешқандай адреналин бөлініп, қалшылдап дірілдеген емес еді. Өзін қалай сабырға шақырарын білмей біраз састы. Басына түспесе басқа біреу болса, әрнені айта салар. Бірақ бұны тек жан дүниесімен сезінген жан ғана түсінетіні анық. Қызы машинада әзер түсіп жатқан анасына, «Мам, тездетіңіз, итак кешігіп жатырмыз». «Иә, қызым, сәл күтші», деп үсті басын түзеп, кеудесін ұстап, терең тыныс алған Бибігүл. Анасы мен қызы кафеге бірге кіргенімен, жан дүниелеріндегі сезім әр басқа еді. Екеуі ішке ене бере алдынан күйеу баласы шықты. Беттерінен сүйіп амандаса, келесі қатарда соңында тұрған диваны бар столға алып келді. Күйеу баласы енесімен қалыңдығын сыйлап, алдымен жүруге жол нұсқады. Аяғы тартпаған Бибігүл столға жақындай бере, толық денелі, шашы ағарған, костюм киіп теріс қарап отырған ер адамды көрді. Жақындай бергенде орнынан тұрған ер адам столға жақындаған қызы мен анасын көріп, орнынан тұрып амандасып жатып, көзі бірден таныс жүзге түсті. Бибігүл ештеңе сезбей қолын сүйіп амандасып жатқан Жарқынға қарап қалғанда, екеуінің жанарлары тоғысқан еді. Бибігүлдің беті қызарып таңдана қараған Жарқынның жанарынан көзін тайдырып, ол нұсқаған орындыққа отырып жатты. Адам қанша жерден өзгергенімен көз қарасы кім екенін жасырсын ба? Сол баяғы өзі ұнатқан көз қарастар. Аздап жүзін әжім басқанымен, ішкі жан дүниесі сол адам екенін сездіріп тұр. Бибігүлдің жанарынан ақ ішкі жан дүниесін сезу қиын емес еді. Жарқын Бибігүлге таңдана қарап, айтарға сөз таппай біраз қиналды. Күтпеген сыйға дайын болмай шықты.
Орындығына жайғасқан соң даяшы столда тұрған стаканға су құйып бастады. Жарқын алдындағы суды ішіп өзіне келуге тырысты. Бастапқыдай емес, Бибігүл өзін еркін ұстауға тырысып, Жарқынмен енді танысқандай кейіп танытты. Ондағы ойы жастар қате түсініп қалмасын деген ойы еді. Бірақ ол бір сәттегі кездер кеше ғана болғандай жүрегін сыздатып бара жатты. Екеуі бір-біріне қараса, жанарымен бәрін оқып қоятындай әсерде болды. Жастар бір-бірімен сөйлесіп отырып, күйеу баласы тұрып, сөз бастап, әкесімен қайын анасын таныстырып жатты. Екеуі де енді танысқандай кейіп танытып, басын изеді. Ас та келді. Азды-көпті әңгімеден кейін Бибігүл таза ауа жұтып келейін деп сыртқа шығып кетті. Оның соңынан әжетханаға деп әкесі де шығып кетті. Жарқын артына қарайлап Бибігүлдің соңынан шықты. Есік алдында шыға берістегі темірде сүйеніп тұрған Бибігүлдің жанына келген Жарқын темірге қолын қойып тұрып, бүгін ауа райы керемет, көктемнің шуақты күні деп осыны айт. Ол бір кездердегі сияқты. Қалың қалай Бибігүл, өзің дым өзгермепсің, сол баяғы қалпыңдасың, керісінше жасарып әдеміленіп кетіпсің. Қойшы, сен де қайдағыны айтып деп Бибігүл жымиып күліп. Осылай күліп жүрші, саған жарасады. Не айтып кеттің? Біз құда-құдағи болайық деп отырмыз. Жас қызбен жігіттік кездер әлде қайда өтіп кеткен. Осы кездесуде бекер емес шығар. Жасың енді 50-ден асты. Қалжыңдайтын кезді тауыпсың. Осындай әңгіме айту саған жараса ма? Одан да балалардың бақытты болғанын тілейік. Жүр ішке кірейік, балары секем алып қалмасын деп, Бибігүл Жарқынды ішке қарай жүруін өтініп. Эх, өстейсің ғой сен. Сол баяғы бір бетпейлігің қалмапты деп, ішке кіре сөйлеп, ішке кірген соң Бибігүл өзін еркін сезіне бастады. Кеш әрмен қарай жақсы өтті. Балаларына қарап екеуі сүйсініп отырды. Жарқын жаңа құдағи мен келінін үйге жеткізіп тастады. Сол күні Бибігүл өте көңілді жүрді. Жарқынның мақтап айтқан ерекше сөзі оған бір күн азық болғандай ма? Өз-өзінен күліп ашыла түсті. Күйеуі кемсіту мен ұрып соққаннан басқа ештеңе көрсетпей келген Бибігүлге бағана айтқан Жарқынның жылы сөздері жаның жарасын емдегендей. Уақыт зымырап өтіп жатты. Бибігүлдің қызы тұрмысқа шыққан, аяғы ауыр. Құдасы екеуінің сыйластығы ерекше. Жарқынды көргенде қылт ете қалатын ерекше сезімнің соңы сыйластықпен артқан. Бір-бірін жақсы түсініп, қолдап отырады. Бүгін Бибігүл ерекше дайындықпен жүрді. Қызын роддомнан шығаратын күн еді. Түске қарай құдасы алып кету керек болған. Әдеттегідей айнаға қарап, өзін ретке келтірді. Керек затын алып, есік алдына шыға бергенде, сыртын безендірген ерекше машинаның есік алдында тұрғанын көрді. Құдасы Бибігүлді көріп, машинадан түсіп есік ашты. Екеуі әңгімелесіп, роддомға да жетті. Ұлы да достарымен гүл шарын дайындап, дайын тұр екен. Ішке барлығы кіре бергенде, арғы жағынан нәрестесімен медсестра көтерген қызы шықты. Қуаныштан бір-бірін құттықтап, суретке түсіп жатты. Көзін әзер ашып жатқан қызыл шақалақты бірге көтеріп, иіскеп тұрған Бибігүл мен Жарқынның осыдан 30 жыл бұрынғы армандаған армандары орындалғандай күй кешті. Көзіне жас алған Бибігүл іштей Аллаға мың мәрте шүкіршілік етіп тұрған еді. Құда-құдағимен ақылдасып, немересіне Арман деген есім берген болатын. Тағы бір тілектерін орындалғандай, бүгінде Арман 2-ден асты. Өмірде түрлі сынақтар болады. Соның бәрінен өту үшін аздап шыдам мен сабыр керек екен. Жас кезімде өмірдің түрлі белесінен өтсем де, Алладан күдер үзбей әр күніме шүкір еттім. Аллам дұғамды қабыл алып, бүгін міне немере шөберемнің қызығын көріп, балаларымның алақанында отырмын. Бақыт деген осы шығар сірә. Күйеу балам Түркия еліне демалуға билет алыпты. Сол жаққа құдам бар, немерем бар, қызым мен күйеуім балам бар, қыдырып қайтпақ жайымыз бар деп сөзін тамамдапты Бибігүл әпкеміз. Аллам бақытты сәттеріңізден, қуанышты күндеріңізден айырмасын. Мен асығыс жазғандықтан кетіп жатқан қателіктерге көз жұмып қарауларыңызды өтінемін.
Баршаңызға сәттілік, берекелі ризық несібелі ғұмыр тілеймін. Құрметпен, авторы Айнұр Маратқызы. Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын кітаптың аудиосын тыңдағыңыз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.